Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге 70-те 70 жастықтың тігілу жолдарын көрсетейін деп отырмын. Бұл жастық бір құрақ, қалғандары жылжып кетпеу үшін бізде арасында өсетін мынау кетір болғасын жылжып кетеді. Сондықтан біз бұны түйреп қоямыз оюларымызды. Себебі бұл шаршыға өзі кең дәлме-дәл келіп тұру керек. Оюды оямыз. Лекалды өзім қолымнан жасаймын. Бір ою 8 құрақ керек екен бұған. Бұл ою қошқар мүйіз деп аталады. Қошқар мүйіз өзі қазақ халқына тән, өзінің атында аталып тұрғандай ғой. Өзіміздің қой малы қасиетті. Сондықтан осы қошқар мүйізді атам қазақ ою өрнекке салған. Құрақтың өзі негізі құрақ деп аталатын себебі, оны бәріңді жақсы білесіздер. Атамыз заманда ертеде әжелеріміз маталардағы қалтаға сала берген, қиынды табылса, сосын оны бір кезде көрпе жасаған. Ал көрпе жасағанда жаңадан отау болып шыққан үйдің төріне апарып, осы құрақтар құралыңдар деп, көбейіңдер, өсіңдер деп апарып төріне жайса, енді балалы боламын жүрген жастардың үйіне де осындай құрақтан құралыңдар, бастарың көбейсін деп, бұл жерде әжелеріміз, апаларымыз апарып төсеген екен дейді. Міне осы атам қазақтан, яғни аналар аманаты деп бізге осы күнге дейін келе жатқан құрақ өнері еш уақытта да ол өшпейді. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатыр. Қазіргі таңда осы қол өнерді дәріптеп отырған аналар көп. Мысал үшін айтатын болсақ, Ырза Тұрсынзада алтын сапа орденінің иегері. Сол кісіден біздер азымыз сабақ алдық, көзін көрдік, қолын ұстадық. Соның сабағына қатысқанда бір сыйлық алдық, яғни айтқанда машина қолымызға ұстатты, іс машинасын. Екінші ұстазымыз ол Нұрила деген, ең бірінші осы құрақтың қалай жасалуын көрсеткен. Үшінші ұстазымыз Гүлстан деген ханым. Біздің балдарымызбен қатар кішкентай жас мүмкін қыз болар. Ол енді қазір 21 жыл болған екен. Осындай құрақтың қыры мен сырын біздерге үйретіп, міне бүгінгі таңда сол біздер қазір сол Гүлстан ханымның сабағын алып, соны көбіне сонымен жұмыс жасаймыз. Оның сабағы өтетін тартымды, сыпайы, өзі қандай не болса, ұстаз болса, сондай біздерге сабағы қонымды болып тұр. Сондықтан біз тек қана Гүлстанның сабағымен жұмыс жасаймыз. Оюлардың бәрін қойып аламыз қазір. Біздер жасымызға қарамай, осындай мына балдарымызға үйретейік деп, немерелеріміз бар, қыздарымыз бар, соларға үйретейік деп, мына құрақтан қырыстарын үйретіп отырмыз. Қазір мына оюды қиып аламыз. Сосын оны өзінің теректі матамызға саламыз. Үтектеп, жабыстырып, бұлардың әрбір бұрысы, қиылысы, айналмасы бәрі де біз үшін керек болып тұр. Себебі бұның тек қалай болса солай қия салмайсың. Бұның қарайсың, артығын аламыз, кемін толтырамыз деген сияқты қарап отырып, бұған өте ұқыптылық керек, шыдамдылық керек. Бұл құрақ деген өзің өмірде айтып отырмыз ғой, басымыздың құралған сияқты. Осы қалай өзіміздің семьямыз құралады, мына менде құрақта сөйтіп құрап, біріктіріп, оюмен екеуін бір тұтас дүние қылып шығара аламыз.
Өнерді үйренді, жирен дейді. Өнер жас талғамайды, өнер жұтамайды. Айта ол деген ата бабамыздан, аналардың аманаты болып осы уақытқа дейін жетіп отыр. Шебер аналар осы ұрпақ үшін осындай біздерге жақсы өнеге қалдырып кеткен. Деп өзім басым есептеймін. Біз бір күн мына құрақты тікпесек, я болмаса бір нәрсені сызбасақ отыра алмаймыз. Біздің жасымызға қарамай оқуымыз көп, сабақтарды көп аламыз, көп тыңдаймыз. Өнер деген жас талғамайды. Оған тек ниет керек, ынта керек, жігер керек, ұқыптылық керек, тәртіп керек. Оны алсаң ал, алмасаң қоя қой деген сөз болмайды. Мысалы, тұтынушы алдымызға келіп тұрғанда қалай біз жұмыс жасауымыз керек? Сол тұтынушының өзі біздерді тәрбиелейді. Осы құрақтың өзі тәрбиелейді біздерді. Мен өз басым солай түсінемін. Бұл оюды мына негізгі матаға саламыз. Ал біз жаңағы паутина жабыстырған 30-30 матамызға салған оюымызды қиып алдық. Енді вазелин жабыстырған өзіміздің негізгі түсіміз мынандай сифоновый свет болғандықтан сол түске ойымызды қазір жабыстырып шығамыз. Ол үшін біз мына борсын қателеспеуіміз керек. Негізі бұл паутинаны жапсырмасақ, ол зерленбейді. Зигзаг деген қанша дегенмен тартады ғой. Сондықтан біз кішкене артығырақ аламыз матаны. Енді машинаға отырамыз. Жаңа біздер енді ойып алдық. Негізгі матаға ойымызды жапсырдық. Енді біз зерлейміз. Зерлейміз дегенде қалай айтамыз? Мына бізді зигзагпен мына зер жіпті, ішінде жібі бар деп айттым. Осы жібін алып тастаймыз. Орташа бұл 3 түрлі бар. Соны біздер қазір мына сар жіппен зигзагтаймыз. Сіздерге көрсетейін. Бұл енді жаңағы шақ дейміз, қадамы дейміз. Мына 3-ке қоямыз. Үлкен биіктігін. Сосын тығыздығын 1,5
миллиметр қоямыз, яғни айтқанда 0,5-ке. Мана кірелеп қойған оюымыздың айналасына айналдырып тігеміз. Күнде жуылғанда ою паутинадан ыдырап кетпеу үшін оны бекітіп жатырмыз. Зер жіппен тіксек өте әдемі болады. Екінші қайтарғанымызда мына үстіне тігіп, мана тіккен оюдың зердің үстіне тігеміз қайтадан. Сосын оны келесі айналымға айналдырамыз. Осы оюды басын бастаған жермен аяқтаған жерді екеуін қабаттастырып әрлі-берлі тіге береміз. Себебі ол қазір бізді қиып алғанда сөгіліп кетпеу үшін. Оюды мына жаңа машинамен тігеміз де, ал енді тігісті жаңағы құрақты ертіштегімен тігеміз. Мына оюдың ішкі жағын оюлап шықтық. Енді мына сыртын оюлаймыз. Бұл екі оюдан тұр ғой. Екі оюдан тұратын болғасын, екі тігеміз. Сосын ол тағат кетпеу үшін қайтадан артқа тігеміз. Енді қиямыз. Екеуі сонда білінбей кетті. Артық жіптерін алып отырамыз. Енді өтекке бастырғанда мына өзі орын-орнына келеді. Баланы мәпелеген қысап сипай береміз. Енді манағы лента керек. Өзімнің матам мынадай болғандықтан, бұл жерде қазір мына линейкамен сызып, өзімізге керекті лентамызды аламыз. Жаңағы 16-16 тіккенде 15-15 болады. 16-16-ны тігіп қалғанда 15-15 болып шығу үшін біздер 2 метрде 8 сантиметр мынадай лента қиып алуымыз керек. Сол 2 метрде 8 сантиметр бір жаңағы 15-15 құраққа жетеді. Содан кейін біздер жаңағы
Mынандай көз дайындаймыз. 4,5-да 4,5, 5,5-да 5,5 қылып. Осы көзі қазір құрақтарымызға құраймыз. Ал іске кірісейік. Мынау қазір біздерде 2,5-да 2,5 болу керек. Әркім өзінше мамандықты сүйеді ғой. Мысалы біздер осы мынау құрақ көрпе тігеміз деп. Екіде 80. Қатқылдау, жатыста крахмалы бар. Сол мынадай енді сызып алғаннан кейін шаштап ортасына біз манағы 4,5-да 4,5 көз қоямыз. Көзді мынадай мынаның несіне, манағы сызған сызықтардың бәріне дәлме-дәл келу керек. Одан кейін біз мына құрақтарды сала бастаймыз. 4,5-на 4 құрақты салып алғаннан кейін борысына қарап, одан кейін мына тырналарды жүргіземіз. Тырналардың жату ретін қазір тағы да көрсетемін. Енді мына біздерде бірінші тіккенде, былай тіккенімізде біздерде мына жерде бүйтіп белгілейтін едік. Мына жерде белгілейміз. Мынау 2,5 сантиметр ғой. Мына жерде бүйтіп белгілеп сөйтіп тігетін едік. Енді қазір мына жерде енді де оны белгілемейміз. Манағы мына ортасынан, қақ ортасынан сызған сызығымыз бар ғой. Кішкене асырамыз, себебі мата жылжып кетеді. Мына қақ ортасына қоямыз мына. Жіпті үзбей тігеміз. Үйдің іші бір жарқырап тұрсын, аналардың аманатының іші жағып тұрсын деп. Мынандай ленталар қиып аламыз. Жаңа айттым ғой, 2 метрде 80, 2 метрде 8 сантиметр бір құраған құраққа жетеді. Енді орнымызға барып болса, жаңағы құрағымызды қойымыз, қисаймайды құрақтарымыз. Кесік болса тігу қиын болады. Ешқандай жіпті үзбейміз. Артық жібін үзіп қиып отырамыз. Қолымызбен өтіктеп отырамыз. Енді біздер мына тырнаға мынандай белгі салып аламыз. Мынау деген ауысып кетпеу үшін. Біреуінің басы, біреуінің аяғы болып қалмау үшін. Мынандай біздер белгі салып алып отырамыз. Белгісі бар. Қазір сол белгінің бірінші басын бастағанда сол белгімен бастаймыз. Ол үшін біздер мына жерге келгенде қараймыз, мына ортасында сызықпен мына жерде екеуін бүйтіп мына тіктеп отыратын жерін қараймыз. Қолымызбен басып, мына жерден асып кетпейтін, болмаса кем түспейтіндей қылып. Осыны дәлме-дәл тіксек, біздің бұрышымызға келеді. Дәлме-дәл тіктік, мына бұрышқа келді. Ешқандай асып атқан жоқ. Асқанда да ол ештеңе етпейді. Шегіректі талап етеді. Дәлдеп, көздеп отырып тігу керек. Мына бұрышпен кету керек те, мына сызықпен кету керек. Сонда ешқандай ол әлі-бері жүрмейді. Қайта-қайта сөгіп отырмаймыз. Әрбір бұрышты бұрышқа келтіріп отырамыз. Дәлме-дәл бұрышқа келіп тұр. Көрдіңіз бе? Енді мына ортасындағы сызықтың шамасымен мына жақ екеуі бірдей болып тұру керек. Тепе-тең болу керек. Мен сондықтан мына арасында өлшеп отырамын.
Бүтүп өлшеп алып отқан жақсы. Себебі мына қисық кетіп қалмайды. Аяқ жағынан қараймыз да. Бас жағын кішкене асырамыз. Әр тіккен сайын өлшеп отырған жақсы. Көзім үйреніп кеткенше. Қолым жалтыққанша өлшеп отырған. Қолмен қарап отырсам өзі белгілі. Қиысқан жері екі тарапта.